Ассалаумағалейкум шахмат сүйер қауым және құрметті менің курсыма қатысушы шәкірттер. Сіздерге бүгін итальян партиясының қаралар үшін қолданысын көрсететін боламын. Партия басталды. Сарбазымызды E4-ке жүрдік. Қаралар сарбазын E5-ке жүрді. Атты F3-ке жүрдік. Бұл жердегі мақсат E5-дегі сарбазға шабуыл түсіру. Атпен C6-ға жүріп, E5-дегі шабуылды қайтару, қорғау. Пілмен C4-ке жүрді. Бұның бағыты корольдің қорғанысында тұрған F7-дегі пешкі, F7-дегі сарбаз. Бұл сарбазға жалғыз король қорғағандықтан, бұл сарбаз негізі басқа сарбаздарға қарағанда ең әлсіз сарбаз. Шабуылды осы жерге бағыттайтын болсақ, онда ойында ертерек жеңіске жетеміз. Мұндағы да пешкі, мұндағы да сарбазымыз, F2-дегі сарбазымыз ақтар үшін ең әлсіз, және қаралар үшін F7-дегі сарбазымыз ең әлсіз сарбаз. Қараларды сол бағытқа сарбазға шабуыл жасап, пілді C5-ке жүріп қойды. Енді бұл жерде ақтар қысқа жаққа рокировка жасады. Патшаны сарайға кіргізді. Қамалына деп айтайын. Неге десек, теория бойынша 9 жүрістің ішінде патшаны сарайға кіргізіп үлгеру керек. Ұзын жаққа немесе қысқа жаққа рокировка жасау керек. Енді бұл жерде осы рокировканың барысында король сарайына кіргендіктен басқа фигураларымызбен еркін шабуыл жасай береміз. Өйткені король сарайда, қамалда. Ал қаралардың королі ортада тұр, орталық алаңда. Енді қараңыздар, осы жерде сарайға кіргізудің бір маңыздылығы, ерекшелігі. Мына жерде шабуылды мына бағыттан бағыттай алмаймын. Жалғыз алдынан немесе осы мына бағыттан ғана бағыттаймын шабуылды. Ал орталық алаңда болған корольге, патшамызға шабуылды қалай бағыттаймыз? Ортадан, және мына бағыттан, және мына бағыттан шабуылды бұлай 3 бағыттан жүргізе аламыз. Ол кезде біздің патшамызға фигуралармен қорғану өте қиын және ауыр болады. Сондықтан оны барынша сарайға кіргізіп, ары қарай басқа фигуралармен шабуыл жасай берсек болады. Ол ыңғайлы және теория бойынша дұрыс. Енді қаралар не жүріс жасады? F6-ға жүріп, атты F6-ға жүріп, E4-те тұрған пешкеге сарбазға шабуыл түсірді. Бұл жерде енді ақтар бұны мына жердегі D-да тұрған сарбазбен D3-ке жүріп, мына сарбазды қорғады және пілімізге жол аштық. Келесі жүрісте атты және пілді ойынға қосамыз. Қаралар не істеді? Бұл жерде рокировка жасауға асыққан жоқ. Мына пілді жолын ашып, D6-ға мына сарбазбен қорғаныс жасады. Және келесі жүрісімізде мына сарбаз қорғап тұрғандықтан атпен ойынға былай немесе былай кіріп бара алады, немесе бағытты корольге бұрғысы келсе былай, сосын былай. Көрдіңіздер. Енді осы жерде ақтар не жүріс жасады? Пілді алып келіп G5-ке жүрді. Бұл негізі ақтар үшін өте қате жүріс. Неге? Қаралардың қарсы шабуыл жасап кетуге мүмкіндігі бар осы жерде. Мына жердегі біздің патшамыз өзі осы алаңда рокировка жасалғандықтан, фигуралардың бәрі дайындалып бітпегендіктен, мына жерге шабуыл жасау қауіпті. Бұл жерде енді қаралар үшін ең дұрыс жүріс аштағы сарбазбен уәзірге пілімізге шабуыл түсіру. Егер мына бағыттан да болған болса, мына бағыттан піл атқа осындай байлау тәсілін қолданатын болса, ол кезде A6 жүрісі арқылы пілге шабуыл жасау
өте дұрыс. Мына жерде атты пілмен жейтін болсақ, уәзір ойынға кіреді. Қараңыздар. Сосын пілді мұнда немесе мұнда жүретін болсақ, ұзын жаққа рокировка жасауға мүмкіндік алады. Сондықтан бұл жерде мынаны жеген болмайды, дұрыс емес. Барынша байлап ұстау керек. Ақтар мына бағытты жүрді. Байлап ұстағысы келіп тұр. Енді қараңыздар, бұл жерде қаралар үшін керемет жүрістер бар. Бірақ ойланып алу керек, талқылап алу керек. Біздің патшамыз мұнда болғандықтан бағытты сарбаздар арқылы шабуыл түсіретін болсақ, онда жеңіске оңай жетеміз. Мына жерде Абай атамыздың керемет сөзі бар. Ақырын жүрде анық бас, еңбегің кетпес далаға деп. Мына бағытты жүрді. Жибеске. Бұл негізі жида тұрған және бұда тұрған сарбазды алға қарай мына 5-ші қатарға жүру негізі қауіпті. Бұны егер есептеп алып жүрмесеңіздер, негізі болмайды. Өйткені бұны қорғайтын сарбаздар F-тағы және H-тағы немесе мына жақта да екі жағында. Бұл сарбазбен жүру көбінесе көп қолданбайды. Енді мына жерге жүрдік. Слонға шабуыл түсті, пілге. Бұл піліміз енді мынаны айырбастамаймыз. Өйткені піл сарбазға қарағанда мықты. Бұның басқа барар жолы жоқ, артқа қашты. Енді ойында мына сарбазды алға жүріп, атқа шабуыл түсіріп, ат қайда қашады? Бұлай қашты немесе бұлай қашсын. Бұлай қашты дедік. Келесі жүрісте осылай қорғап, темппен барсақ болады. Бірақ бұл жерде ойнаушы әлемдік жарыста ойнап жатқан мықты гроссмейстерлерден бірі болғандықтан бұл өте керемет жүріс жасады. Мына сарбазын мұнда жүріп келді. Енді біз мына атпен мына қорғансыз тұрған сарбазын жедік. Неге? Ақтар қарсы шабуыл жасап жатыр. Қараларды қарсы шабуыл жасап жатыр. Осы жерде мына сарбазды қорғану негізі дұрыс емес. Бұны қорғанудың қажеті жоқ. Шабуылды ары қарай өрбіту керек. H4-ке сарбазын қойды. Ақтар жеп барды, атпен жеп барды. Уәзірге және тураға шабуыл түсірді. Енді осы жерде шабуыл түсірген кезде гроссмейстер бұл жерде есептеп қарады дағыны. Мынаны жесе де жеңісті өзі иемденетініне анық көзі жеткендіктен мына пілді сарбазбен жеп барды. Енді осы жерде сарбазбен жеп барғандықтан енді қараңыздар, мынаны жеген, уәзірмен жеген нұсқасын көрсетейін сіздерге. Бұл жерде уәзірмен жеп барса, уәзірді атпен жеп барса, енді қараңыздар, қаралар қалай жеңіске жетеді? Корольмен, мынау патшамен мынаны жеп бару немесе атпен атты жеп бару өте дұрыс емес жүріс. Темпті жоғалтып алады. Слонмен, мына пілмен G4-ке жүріп, уәзірге шабуыл түсірді. Енді қараңыздар, уәзірді немен қорғайды? Сарбазбен қорғайын десе, піл корольге, патшаға бағыт алған. Демек бұны аша алмайды, алдына фигура қоя алмайды. Уәзірді мұнда немесе мұнда жүреді. Қалай жүрді? Жалпы осы жерге жүрді. Енді келесі жүрісте атты жүріп келеді. Мына бағытқа. Аттың бағыты мұнда шабуыл түсірсе, егер қазір мына жерден шақ түсетін болса, король қашады, уәзірмен атқа айырбастамайды. Бұл жерде айырбастау негізі бұл жерде тиімсіз вариант. Сондықтан ауыстырмайды. Егер атпен шақ түсіретін болса, король мұнда қашса, турамен алдынан шақ берсек, онда мат болады.
Демек, мына жерді қорғану керек. Бұны қалай қорғаймыз? Атты С үшке жүріп, мына нүктені қорғады. Бірақ бұл жерге қорғанғанымен енді қараңыздар. Керемет жүріс бар. Ойланып тауып көріңізші. Бұл жерде гроссмейстер не істеді? Сұрақ. Керемет жүріс F3-ке жүрді. Шах. Атты тағы да құрбандыққа салды. Корольге және уәзірге мына нүктеден шабуыл түсірді. Енді бұны не істейді? Сарбазбен жеп барады. Басқа мүмкіндігі жоқ. Өйткені патшамыз H1-ге жүретін болса, турамен мұнда шақ беріп мат алады. Сондықтан маттан құтылу үшін сарбазбен жеп барды. Бұны пілмен жеп келген кезде келесі жүрісте қалай жүрсе де мат алады. Қараңыздар. Енді қарап, есептеп қарайық. Мына жүрісті бұлай жүрсе, мұнда піл тұр. Мұнда бұны тура қорғап тұр. Сондықтан мат. Егер мына сарбазды бұлай жесе, тағы да турамен мат. Бұл сарбазды мына сарбазбен жеңдесе, мына піліміз корольге бағыт алған. Сондықтан бұл сарбазды аша алмайды. Демек, мұнда қалай жүрсе де, алға қарай жүргеннің өзінде, қараңыздар, турамен жек келеді. Келесі жүрісте тағыдан мат. Бұдан құтылу мүмкін болмай тұр. Туран алып қашып, корольді алып қашайын десе, тағыдан мат алады. Уәзірмен қорғай алмайды. Мына бағыттан қорғай алмайды. Слонға шабуыл түсірейін десе, келесі жүрісте тағыдан мат. Бұл жерде ақтар өзінің жеңілгенін мойындайды. Құрметті достар, сіздерге мен мұнда уәзірде жеген нұсқасын көрсеттім. Енді бұл жерде туран жеу нұсқасы да бар, слонға тураны айырбастаған болып тұрмыз. Егер уәзірдің көп жерлерде осы партияны көрсеткен кезде уәзірді жеген нұсқасын көрсетеді. Сондықтан туран жеген кезде не істерін білмей қалып жатады. Егер бұл жерде туран жейтін болсақ, бір пешкі, екі пешкі тура. Бұл жерде качестводан және де фигура саны бойынша да ұтылып тұр. Енді бұл жерде туран жейтін болса, қалай өрбейді? Шабуыл қалай өрбейді? Сіздерге сұрақ, осыны тапсаңыздар, комментарияға жазыңыздар. Мен келесі сабағымда осыны міндетті түрде сіздерге көрсететін боламын. Осының жалғасын. Мына атпен тураны жегендегі нұсқасын сіздерге көрсететін боламын. Құрметті достар, бүгінгі сабағым жақсы, қызықты болды деген ойдамын. Келесі сабақтарымызда жүздескенше сау болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарияларыңызды жазыңыздар.